сәлеметсіздер ме біздің оқырмандар? Бұл арнада сізді ерекше әсерлі, жүректі елжіретер оқиғалар күтеді. Өмірдің шынайы сәттері, маңызды сабақтар мен жанға жылулық сыйлайтын бейнелерді жіберіп алмаңыз. Бізбен бірге болу үшін арнаға жазылып қолдау көрсетіңіз. Өкінген әке, сақтай алмаған отбасы. Ержан мен Айгүлдің махаббаты жас кезінен басталды. Екеуі де жастайынан бірге жүріп, бір-бірін жақсы түсінетін, армандары да ортақ болатын. Айгүл сабырлы, мейірімді қыз еді, ал Ержан қамқор әрі еңбекқор жігіт. Уақыт өте келе олар үйленіп, екі перзент сүйді. Жас отбасылардың өмірі әдемі басталды. Олар бірге қуанды, бірге ауырлықтарды жеңіп, балаларын тәрбиелеуге күш салды. Алайда, жылдар өткен сайын Ержанның өмірі тек жұмыспен толыға берді. Ол өзінің басты міндеті отбасына материалдық жағдай жасап, болашақтарын қамтамасыз ету деп санады. Ержан таңертең ерте тұрып, жұмысына асығып кететін, кешке үйіне шаршап оралатын. Демалыс күндерін де өткізу үшін қосымша жұмыс іздеп, бар уақытын еңбекке арнайтын болды. Ол балаларына жақсы білім беріп, отбасы еш нәрседен тарықпасын деп көп еңбектенді. Алайда, Ержан осының барлығын жасай отырып, ең басты нәрсені, яғни отбасысына назар аударуды ұмытқан еді. Айгүл бұл өзгерісті алғашында түсіністікпен қабылдады. Ол да күйеуінің еңбегін бағалап, оның отбасы үшін жасаған істеріне алғыс айтып отырды. Бірақ уақыт өте келе, Ержанның үйде аз бола бастағаны, балаларға көңіл бөлмегені, тіпті өз әйеліне де қарапайым көңіл бөлуге уақыт таппайтыны айқындала түсті. Айгүл жалғыздықты сезіне бастады. Ол енді отбасының қарым-қатынасы алшақтап бара жатқанын түсінді. Кешкі аста отбасымен бір дастарханда отыру деген нәрсе сирек болып кетті. Ержан үйге келсе де жұмыс туралы ойлап телефоннан шықпайтын болды. Балалары әкесін көргенде қуана жүгіріп келетін, бірақ Ержан олардың ойыннан шаршағанын айтып, шетке тартылатын. Балалардың көзіндегі сағынышты көрсе де, бұл жағдайды өзгертуге тырыспады. Айгүл де бұл ауыртпашылықты жалғыз өзі көтеріп жүрді. Бір күні Айгүл ашық сөйлесуге бел буды. Ол Ержанға өзінің жалғыздығын, оның өзіне назар аудармайтын, балалардың әкесін жиі сағынып жүргенін айтты. Маған сенің жұмысың емес, сенің қасыңда болғаның керек. Бізге ақша емес, отбасылық уақыт керек, деген сөздерін айтты. Ержан болса, оның бұл сөздерін түсінбеді. Ол, мен бар күш-жігерімді сендер үшін салып жүрмін ғой, сен менің не үшін сонда еңбек етіп жүргенін түсінбейсің бе? Деп жауап берді. Екеуі ұзақ сөйлесті, бірақ ортақ шешімге келе алмады. Айгүл күн сайын ішінен шаршай берді. Ол балаларына қарады, күйеуінің оралғанын күтіп жүрді. Бірақ Ержанның отбасыға деген сезімталдығы азайып, тек жұмысқа бас қойғанын сезінді. Балаларының көз алдында өскенін көрмей, әйелінің жүрегіне салқындық түсіргенін Ержан байқамады. Бір күні Айгүл түбегейлі шешім қабылдады. Ол ұзақ ойланып, күйеуінің махаббаты мен қолдауын күтуден шаршап, оны босатуды ұйғарды. Ол өзіне шындықты мойындады. Бұл қарым-қатынасты жалғастыру мүмкін емес. Оларды біріктіретін тек материалдық қамтамасыздық емес, шынайы махаббат пен назар екенін түсінді. Жақындарының қолдауынсыз өмірдің мәні жоқ еді. Сол күні Ержан жұмыстан оралғанда үйдің босап қалғанын көрді. Үйде үнсіздік орнап, балаларының күлкісі естілмейтін еді. Үстелдің үстінде Айгүл қалдырып кеткен хат жатты. Хатта былай деп жазылған еді. Мен сені әрдайым жақсы көрдім, бірақ сен біздің жанымызда болмадың. Мен отбасың үшін қанша жұмыс істегеніңді түсінемін, бірақ бізге тек сенің жұмысың емес, сенің жылы қабағың керек еді. Балалармен бірге кетемін. Сен бізді тапқанда бәрі өзгерген болады деп үміттенемін. Біз сені күттік, бірақ енді жалғыз қалғымыз келмейді. Ержан хатты оқыған соң өзінің қатесін түсінді. Ол енді ештеңені қайтара алмайтынын біліп, көз жасына ерік берді. Ол өз отбасының көз алдында өсіп жатқанын көрмей,
олардың махаббат пен көңіл күтуін елемей қалғанын білді. Енді ол бос үйде жалғыз өзі қалды. Өмір бойы еңбектенгеннің нәтижесіз болып шықты. Ол өз отбасын сақтап қала алмады. Өкінген әке енді тек бос бөлмелерде жүріп, өткен өмірін еске алып, отбасының жылылығын аңсады. Ең үлкен байлықтың ақша емес, шынайы махаббат пен бір-біріне деген қамқорлық екенін кеш түсінді. Ол әйелін қайтадан табуға, балалармен байланыс орнатуға тырысты. Бірақ бұл оңай болмады. Айгүл оның жүрегін қайтадан жаралауға қорықты. Ал балалар да әкелеріне қатты ренжіген еді. Ержан өз өмірін жалғыз өткізіп, отбасының жылуын аңсап, өткеніне өкінішпен еске алды. Ол енді тек бір нәрсені түсінді. Ешбір жұмыс отбасының жан жылуын, бір-біріне деген шынайы махаббат пен қамқорлықты алмастыра алмайды. Бірақ бәрі енді кеш. Осы секілді өмірлік маңызы бар оқиғаларды жіберіп алмас үшін біздің арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Біздің арнада сіздерге арналған шынайы, жүрекке жақын оқиғалар бар. Қолдау көрсетіп, жаңа видеомызды көру үшін арнамызға жазылып, пікір қалдырыңыз.